Сәлем достар, бүгін сіздерге жаңа жылға жасалынатын салаттың тағы бір түрін көрсететін боламын. Өте оңай. Тауықтың ақ етін көбіктап турап, майонез жағып шығамыз, жақсылап. Оның үстіне картошканы теркадан өткізіп, қайнатылған картошкамызды қоямыз. Оның үстіне майонез жағамыз. Майонездің үстіне жұмыртқаның сарысын септім, көріп отырғандағыңыздай. Енді сәбіз, қайнатылған сәбіз теркадан өткізіп, бәрін дайындап қойғам. Сәбіз мұнда маған артылып қалды. 2 сәбіз қайнатып едім. 1 сәбізде жетеді екен. Соны қойып, үстінен майонезін жағып, оның үстіне жұмыртқаның сарысын септім. Содан кейін сыр, міне теркадан өткізілген, терканың ең кішкентай шеті бар ғой, содан өткізілді. Сондай әдемі болады екен. Содан кейін оның үстіне қазір майонез жағамын, сырдың үстіне. Жан-жағына да жағып шығам. Оформление үшін мынаның бәрі ағарып тұру керек. Мен уже оформленияға кірісіп кеттім. Гранатпен жан-жағының бәріне жабыстырып шықтым, қойып. Енді жоғар жағына жұмыртқаның ағын қоятын боламын. Өте күшті болады қазір оформлениеміз. Осылай жасасаңыздар болады. Жаңа жылға идея сіздерге. Алдыңғы постымда тоже осындай салат жасаған болатынмын. Енді селедка под шубой соларға қатты ұқсайды. Каждый раз ондай жасай бергенше осындай 2 салат жасасаңыздар болады. Міне өте әдемі болды. Екеуінің құрамы бірдей, алдыңғы посттан қарасаңыз.